Сәлем құрметті көрермен. Бүгін біз сіздермен бірге осындай бір why physics деген жалпы физика деген не, оны неге оқуымыз керек, жалпы осы бір сұрақтарға қазір жауап беретін боламыз. Негізінен физика ол өте қызықты ғылым. Әрине, бір жағынан қызықты, бір жағынан қиын. Ал ендеше көп созбай бастайық өмірлік жағдайлармен сіздерге түсіндірейін. Жалпы физика деген ол бізде грек тілінен аударғанда физиусе, яғни табиғат, қоршаған ортаны зерттеу деген мағынаны білдіреді. Ал қоршаған орта дегеніміз мінекей осы суретте көріп тұрғандарыңыздай ол аспан, бұлттар, аспанда болып жатқан құбылыстар, кемпірқосақ, жаңбырдың жаууы немесе кәдімгі мына орман, ағаштар, теңіз немесе тау деген секілді тауда болып жатқан құбылыстар, немесе теңіздегі, теңіз астындағы болып жатқан барша құбылыстар, осының бәрін біз жалпы алғанда физика деп қарастырамыз. Физиканы қиын деп елестеудің қажеті жоқ, ол жай ғана біздің қоршаған ортамызда жүріп жатқан процесстер. Мәселен, бізде физикада механика дейтін тарау бар. Бұл тарауда бізде қозғалысқа байланысты сұрақтарға жауап ала аламыз біз. Мысалы, неге велосипед қозғалып тұрғанда құламайды, яғни дөңгелегі айналып жатқан кезде неге велосипед тепе-теңдік сақтап тұрады деген секілді. Немесе мынау Формула 1 жарысын спортын қарайтын болсаңыздар, Формула 1 көлігінің дөңгелегі неге бізде жалпақ кәдімгі көліктерге қарағанда, өйткені жермен бірге барынша үйкеліс болу керек. Ал үйкеліс не үшін керек? Өйткені Формула 1 жарыстарында көліктер өте бір қиын бұрылыстарға кіретін болады. Орысша айтқанда поворот дейміз ғой, иә. Сол повороттардан айналып жатқан кезде, рөлді бұрған кезде көліктердің егер дөңгелектері жіңішке болатын болса, жермен аз жанасу болғандықтан аударылып кетуі мүмкін. Ауа ағыны оның астынан көтеріп жіберіп. Ал бізде Формула 1 көліктерінің дөңгелектері керісінше жуан қылып жасалады осы жағдай үшін. Мінекей физиканың арқасында, физиканы оқып зерттегеннің арқасында бізде осылай шынайы өмірде қолданып, адамзат баласы оны өз керегіне жаратып жатыр. Немесе мынау ортада тұрған, орысша айтқанда не еді? Бір зырылдауық деуге келе ме? Иә. Осы нәрсені неге біз қатты айналдырып жіберген кезде ол құлап қалмай айналып тұрады деген секілді. Яғни центрге тартқыш үдеу деген секілді сұрақтарға жауап ала алатын бұл бір тарау қызықты. Және келесі бір жағдайды қарастырып көрейік. Егер де елестетіңіздер, сіздерге осындай бір 1 литрлік ыдыстағы суды береді дағыны бөтелкемен бірге жарыс болып жатыр деп елестетіңіздер. Қастарыңызда сіздермен бірге бір шамамен 10 шақты адам. Және 10 адамның бәріне 1 литр осындай бөтелкеден беріп шығады дағыны. Кім бірінші төгеді, соған 1 миллион ақша береміз десе, теңге, иә, немесе доллар. Давайте доллар болсын. Сонда не істейсіздер? Кейбіреулері жай ғана осы бөтелкені алып сығуы мүмкін, иә. Немесе біреулер айналдыруы мүмкін деген секілді. Ал егер сіз физиканы оқып білген болатын болсаңыз, онда былай жасауыңызды едіңіздер. Міне, мұнда бір подсказка тұр. Біріншісі әрине түсінікті шығар, торнадоның фотосы тұр, мұнда. Яғни біз сол бөтелкені алып, теріс қаратып, торнадо жасайтын болсақ, былайынан тезірек ағады. Бірақ одан да бір жолы, егер сіз шынымен де физиканы білетін болсаңыз, осы бір яғни түтікшені қолдану арқылы болушы еді. Негізі мұнда бұндай таяқша емес, кәдімгі сусындар ішетін түтікшелер болады ғой, ұзын. Сол түтікшелерді қолдану арқылы біз тезірек мынау 1 литрлік бөтелкенің ішіндегі судан құтылушы едік. Ол қалай жүруші еді? Мысалы, так, міне, мынау біз бөтелке деп алсақ, теріс қарап тұр, иә, осы кезде. Так. Біздің бөтелкеміз болсын. Мында бір 3 деңгей сызып қойдық, 1, 2, 3. Енді біз керісінше бұған осындай жаңағы түтікшені, сусын ішетін түтікшені тығамыз дағыны. Осылайына бір тығып қойған кезде, мына жерінде су төгіліп кеткеннен кейін бос ауа қалады ғой. Мынау сырттағы ауаның бәрі осы түтікше арқылы ішіне кіреді дағыны. Мынау ішіне кірген ауа суды астыға қарай итереді, төменге қарай. Сол арқылы суды тезірек төгуге болады деген секілді. Және келесі бізде ол термодинамика, жылу физикасы дейтін бар. Бұл да бізді айналамызда қоршап отқан процестер. Мысалы, елестетіңіздер, сіздер балалық шақтарыңызда үйлеріңізге қайтып келе жатқан кезде, көшелеріңізде
бір тәтті тамақтың иісін иіскейсіздер, иә, немесе бір бауырсақтың майдың иісі шығып тұрады. Сөйтіп ойлайсыздар, мәссаған, мына бір тәтті тамақтың иісі менің үйімнен шықса екен ғой, мына бауырсақтың иісі менің үйімнен шығып тұрса екен ғой, қазір барып анашым маған күшті тамақ дайындап қойса, соны жеп дем алып алсам деген секілді. Бұл да бір физиканың тарауы. Яғни неге ыстық тамақтың иісі алысқа тарайды? Өйткені ыстық денелерде газ болсын, сұйық, қатты болсын, бір нәрсе қызған кезде ондағы молекулалар өте қатты жұмыс істей бастайды. Молекулалар тез қозғалады дағыны. Сондықтан аналарымыз бауырсақ пісіргенде май ыстық болады ғой. Бауырсақты жаңағы қамырды салған кезде ол ысиды қатты. Сондықтан оның иісі жан жаққа өте жоғары жылдамдықта таралады дағыны. Майдың иісі біздің мұрнымызға жетеді. Немесе кез келген тамақты пісірген кезде солай болады. Және мындай балалық шағымызда болған шығар, бәлкім тіліміз біздің темірге жабысып қалады. Оның да себебі сол. Өйткені жылу ыстық денеден бізде әрдайым суық денеге беріледі. Мысалы, сіз бір спичканы жағып, мұзға жақындатсаңыз, спичканың жылуы сол мұзға беріледі де, мұз еріледі. Бірақ осы жерде бір термодинамиканың заңы бар. Берілген жылу ешқашан қайтып келмейді. Яғни ол жылудың қайтымсыздығы деген заң. Мысалы, сіз мұзды жақтыңыз да, мұздың қасына спичканы алып келдіңіз, мұз еріді, бірақ сіз ол берген энергияны енді қайтадан ала алмайсыз. Ол сол мұзды ерітуге кетіп қалды. Ал мына жағдайда енді кішкентай баланың тілі жабысып қалған, иә, темірге. Бұл да сол секілді біздің тіліміз қатты қызып тұрғандықтан ол темірге жабысып қалады, яғни жылу беремін дейді дағыны темірдің молекулаларымен бірге жанасып қалады. Немесе термос ішіндегі шай неге ыстық болып тұрады? Өйткені термостың сыртында өзінің арнайы қабықшалары бар. Сол іштегі температураны ұстап тұратын, сыртқа шығармай. Міне, физика дегеніміз осы, құрметті көрермен. Келесі бір тарауы электр және магнетизм деген тарау бар. Мысалы, ең алғаш лампочканы ойлап тапқан кісілер, иә, бізде мынау Никола Тесла, бірінші мынау мұртты ағайымыз. Бұл кісі айнымалы ток жүйесін жасады. Ал мына бір екінші физигіміз лампочканы жаппай қолданысқа енгізді. Мен қазір атын ұмытып тұрмын. Егер қателеспесем, так. Біріншісі Никола Тесла, а вот екіншісі ұмытып тұрмын. Егер қызық болса, осы фотоны іздеп көрсеңіздер болады. Екі кісінің де осы бір лампочканы жасаудағы енді тарихты өзгертті. Шыны керек. Өйткені бұл кісілерге дейін бізде лампочка болмаған, ал осы кісілер бізде механикалық энергияны электрлік энергияға алулар арқылы бізде осындай лампочка жасап шығарған болатын. Және осы біз электр магнетизм тарауын, яғни физикада бізде болады ғой, бала кезде ойнайтынбыз осылай. Тарақты немесе ручканы алып шашымызға үйкеп, қағаздың қиындыларына жақындатқан кезде жабысатын, иә. Міне, бұл осы электр және магнетизмнің көрінісі. Бізге бұл бір қызық, бір қалай айтса болады, орысша айтқанда магия секілді көрінді да кішкентай кезімізде. Бұл на самом деле магия емес ешқандай, бұл электромагнетизм, яғни физика. Жаңағы сіз бізде негізі кез келген заттар теріс зарядталып тұрады. Мысалы, мұнда ручкамен бізде қағаз қиындылар теріс зарядталып тұрады дағыны, және сіз енді ручканы алып басыңызға үйкеген кезде теріс пен теріс бір-біріне қосылады дағыны, сонда мынау оң зарядталады. Ручка бізде оң зарядталады, және оны біз қағаз қиындыларына жақындатқан кезде плюс болады ғой, жаңағы бізде ручкада плюс заряд, ал қағаз қиындыларында минус заряд. Сонда плюс пен минус қосылып, қағаздар ручкаға тартылатын болады. Міне, бұл осылай жұмыс істейді. Және келесі, мына бір $100, иә, бәрін ұнататын шығар ақшаны. $100 бейнесіндегі Бенджамин Франклин. Осы кісіні көбісі бір кәсіпкер деген секілді біледі, бай, миллионер, өйткені $100 тұр ғой, бір қалай айтса болады, политик деген секілді. Бірақ бұл кісінің туралы бір қызықты бір факт бар. Ең алғаш найзағайдан электр тоғын алуға алғаш рет тырысқан адамның бірі бұл Бенджамин Франклин. Енді елестетіп қараңыздаршы, найзағай дейтін ол өте күшті бір энергиясы, электр тоғы бар нәрсе ғой. Өте бір сондай бір қарқынмен қатты жерге түседі дағыны, кез келген нәрсені күйдіріп жібере алады, жандырып жібере алады. И Бенджамин Франклин басында ойлаған, мәссаған, мынандай бір энергия көзінен осы найзағайдан энергия алсақ қандай керемет болушы еді деген секілді, және алуға тырысып көрген. Ол батпырауықты алғанда соған жіп байлап ұшырған, яғни егер биік металдан жасалған зат жерге жалғанса, ол найзағайдың энергиясын қауіпсіз түрде жерге бағыттай алады дейді. Осы кісі енді осылай бізде
жаңағы батпырауықты аспанға ұшырады. Аспанға ұшырған кезде қателеспесем сол батпырауықтың басында немесе соңында бізде кілт тұрады. Сол арқылы ол алуға болады ма, найзағайдан энергия жоқ па, соны біледі. Бірақ нәтижесінде өкінішке орай ала алмайды найзағайдан электр энергиясын. Неге? Өйткені ол бізде айнымалы ток қой. Ол бір секундтан да аз уақытта бірден түседі, сосын қайта жоқ болып кетеді. Ондай уақытта соншамалықты көп энергияны ұстап қала алу ол өте қиын. Ешқандай трансформатор ондай энергияны алып, неге қалай айтса болады, бізде нелер болады ғой, сыйымдылық аппараттар бар электр және магнетизмде. Оларды қазір айтамын. Так. Конденсатор дейді, иә. Конденсаторда бізде электр энергиясын алады. Яғни оны трансформаторға түсіп, ол найзағай, сосын оны трансформатор конденсаторларға жинаймын дегенше, оны да соншалықты қысқа уақытта ол мүмкін емес. Энергия өте көп. Және келесі бізде ол оптика. Оптика бұл да бір өте бір физиканың қызықты бір тарауларының бірі. Мысалы, болады ғой, кемпір қосақ не үшін пайда болады, немесе кейде көшеде кетіп бара жатқан кезде көшеде суларда бір түрлі түс болып жатады. Ол неге? Өйткені май құйылып кетті деген секілді. Оптикада бізде енді осы бір екі физик ғалымды атап өткім келіп тұр. Бірінші сол әрине де Альберт Эйнштейн, және одан кейін мынау бізде Юнг. Ең алғаш бізде осы Юнг деген кісі жарықтың толқын екенін дәлелдеген кісі, яғни ол өзінің қазір айтамын интерференция, яғни өзінің Юнг тәжірибесі арқылы жарықтың толқын екенін дәлелдеген. Негізі жарық деген не деген сұрақ қойылса, көбісіміз айтамыз, ол білмеймін, бір ақ түс, күннен келетін сәуле деген секілді жауаптар болуы мүмкін, егер физиканы сіздер білмейтін болсаңыздар. Алайда біз физика тұрғысынан қарайтын болсақ, жарық дегеніміз ол толқын екен. Қызығы, толқын дегеніміз ол кәдімгі бір теңіздегі толқын деген елестетуіміз мүмкін ғой толқын деген сөзді естіген кезде. Алайда жарық өзін толқын секілді ұстайды екен. Және бұл тәжірибе шамамен 19 ғасырда шықты, 1800 жылдары. Бір ғасырдан кейін, шамамен 50-70 жылдан кейін, бізде Альберт Эйнштейн жоқ, ол жарық бөлшек деп болады деді, яғни фотон. Онда бұл кісі бір тәжірибемен растаған. Ол қандай тәжірибе десеңіздер, кәдімгі металдың бетіне жарық түседі. Жарық түскен кезде металдың беті қызады да, ондағы бір электрондар атып шыға бастайды, бөлшек болып. Егер де жарық толқын болатын болса, олай болмау керек қой. Ол жаңағы металдың бетіне жарық түскен кезде жан-жаққа тарап кету керек. Бірақ жарық олай жасамады. Металдың бетіне түсті да, металл қызып, керісінше электрондар шыға бастады. Бұл не деген сөз? Бұл бөлшек деген сөз. Өйткені сіз бір тасты алып жерге ұрсаңыз, ол қайтадан секіреді ғой, тура сол секілді. Міне, осының бәрі оптика, жаңағы айтып өткенімдей, біздің камераларымыз, телефондарымыз, оның бәрі оптика арқылы жасалынған. Найзағай, бізде кемпір қосақтың пайда болуы, және мынау көріп тұрғандарыңыздай, бұл бізде призма. Бұны атақты бір ғалымдардың бірі, физиканың дамуына өте үлкен үлес қосқан, ең алғаш Исаак Ньютон ашқан болатын. Осы бір призмаға кәдімгі ақ түсті фонарик түсірсеңіз, ол 7 түске бөлінеді. Келесі бізде осындай бір қызықты ақпараттар деймін бе, радардың жұмыс істеу принципі доплер эффектісіне негізделген дейді. Енді доплер эффектісі деген бізде мысалы кішкентай кездеріңізде немесе қазір де болған шығар, көшеде бір көлік өте қатты жылдамдықпен жүрген кезде бірінші көлік өтіп кетеді дағыны, 1-2 секундтан кейін соның дауысы шығады кәдімгі көліктің артында. Ол не дегеніміз, бізде дыбыстың өзінің жылдамдығы бар, шамамен 1200 метр секундына. Осы бір дыбыстың жылдамдығынан да егер қандай да бір дене асып кетсе, дыбыс оның артында қалып қояды. Мысалы, мынандай реактивті ұшақтар бар бізде, мінекей. Бұл реактивті ұшақтар шамамен бір 1500 метр секундына дейін, тіпті одан да көп жылдамдыққа дейін ускоряться ете алады. Ал бізде жаңа айттық, дыбыс жылдамдығы 1200 метр секундына деп, шамамен. Сонда 1500 көп қой одан, сондықтан оның дыбысы артта қалып қояды, ал өзі алдыда кетіп бара жатады. Және бізде радардың жұмыс істеу принципі де тура осы доплер эффектісіне негізделген. Неге? Өйткені қандай да бір дене алдыға қарай қозғалып жатқан кезде, ол оған келіп соқтығысқан толқындарды кері қайтарады. Мынау тұрған радарымыз көліктерді көрген кезде, ол көліктерге белгілі бір жиілікте толқын жібереді. Мысалы, 50 герц делік те, мысалы 50 метр секундына толқын жіберді делік. Болады ғой андай, знактар жазылып тұрады, 50-ден асырма деп. Сонда мысалы 50 метр секундымен толқын жібереді, и осы толқын көлікке келіп соқтығысады. Енді қараңыздар, қызықты.
қатты келіп жатқан көлік бар ғой, мысалы 100-мен келіп жатқан көліктен тез обратно жауап келе ма, әлде 50-мен келе жатқан көліктен тез келе ма? Әрине 100-бен, өйткені ол относительно анау радарға жақын, және анау радардың жіберген толқындарына осы көліктің жіберген толқындары бірінші келіп соғысады. Және радар тез жауап алады дағыны, толқынның тез келуіне байланысты мына көліктің жылдамдығы жоғары екен деп, сол көлікке айыппұл салады деген секілді. Келесі, енді бұл кванттық физика күрделі де әрі қызық тарауларының бірі. Мысалы, мынандай сұрақ болсын, бәріміз мына Марвелді көрген шығармыз, Мстители фильмін немесе Человек-паук, иә. Ол жерде телепортация бар еді, доктор Стрэндж телепортация жасайды. Телепортация вообще мүмкін бе өмірде? Негізі теоретически иә, мүмкін. Кванттық телепортация бір бөлшектің қасиеттерін басқа жерге жылжытуға мүмкіндік береді. Бірақ ол үшін бөлшекте мүлде салмақ болмау керек. Бізде атомның кейбір молекулалардың массасы бар, өте аз, бір нөлге жақын. Оларды в принципе сол атомдарды біз телепортация жасай аламыз. Егер де мен қателеспейтін болсам, осы Қытайдың ғалымдары, физиктері бір какой-то бір өте кішкентай бөлшекті телепортация жасады. Яғни бір орыннан екінші орынға бір уақытта ауыстырды деген секілді. Ал адамдармен немесе басқа да бір заттармен болашақта болады, болмайды, ол енді дөп басып айту қиын. Бірақ естеріңізде сақтаңыздар, адамдар 1800 жылдары аспанға ұшуды да негізі қиын деп санаған. Аспан түгілі ғарышқа шығу қиын деп санаған, бірақ 2 ғасыр өтіп кетті, қазір адамдар аспан түгілі айға барып келіп жатыр, иә. Енді келесі, біз енді физиканы қалай қолдансақ болады, дұрыс, иә. Мысалы, күн энергиясы панельдері. Кванттық физика жарық энергиясын электрге айналдыруға көмектеседі. Күн батареялары фотондардың кванттық қасиеттеріне негізделген. Ол деген мысалы жаңа айттым ғой, бір металдың бетіне ақ түс немесе кез келген сәуле жарық түссе, ол қызады деп. Ал қызғанда энергия пайда болады. Міне сол арқылы біз күн энергиясын аламыз, күн панельдері арқылы. Немесе анау кванттық компьютерлер дейтін бар. Кванттық компьютерлердің жұмысы принципін енді қарапайым тілмен түсіндіру өте қиын, бірақ кванттық компьютерлердің бір көмегі, олар өте қиын есептерді бір секундта шешеді. Адам баласы жылдап шеше алмайтын есептерді өте секундта, мұнда жазылып тұрғандай, кәдімгі компьютерлерге қарағанда миллиондаған есе жылдам есептеулер жасай алады. Кванттық компьютерлер суперпозиция және шырматылу құбылыстарын пайдаланады дейді. Яғни кәдімгі біздің қолданып жүрген компьютер ноутбуктарымыз бір жарты сағат немесе 1 сағатта шығаратын есептерді ол в секунду шығара алады кванттық компьютерлер. Так. Келесі, бізде егіздер парадоксы, бәлкім естіген шығарсыздар, атақты Альберт Эйнштейннің парадоксы, иә. Бізде жарық жылдамдығы дегеніміз бар. Жарық жылдамдығы ол шамамен 3,8 дәрежесі метр секунд, немесе 300 миллион секундына метр. Яғни ойлаңыздар, бір деген кезде бір секундта сіздер 300 миллион метр жүріп тастайсыздар. 300 миллион метр. Жарықтың жылдамдығы міне осындай. Ал егіздер парадоксы дегеніміз не? Былай болады. Теорияда мысалы біз бір егіздерді алайық. Бір екеуі де ұл болсын, иә. Бір ұл кәдімгі қарапайым жұмысшы болып, адам болып жерде қалды, өзінің өмірін сүріп отыр. Және оның екінші егізі бір успехқа жетті да бір ғарышкер болып кетті. Ғарышқа кетіп қалды. Және ол 10 жылдан кейін ғарыштан қайта келді сапардан. Сол кезде бізде егіздер парадоксы орын алады. Неге? Өйткені жерде уақыт өте ғарышқа қарағанда бізде уақыт баяу. Ғарышта как будто бұл уақыт тоқтап қалады. Сондықтан бізде жердегі жүрген адамның жасы 40-қа барады да, мысалы 30-да болса. Ал ана 10 жылға ғарышқа кетіп қалған екінші егіздің жасы сол 30 жасында қала береді. Ол қартаймайды, өйткені ғарышта уақыт тоқтап қалады. Ал жерде ол жылдамырақ жүреді секілді. Өйткені оған гравитация әсер етеді. Гравитация дегеніміз ол тартылыс күші. Оны да енді қарапайым тілмен кәдімгі қарапайым адамға түсіндіру қиынырақ. Және осы егіздер парадоксымен қатар бізде Альберт Эйнштейн GPS жүйесінің жасалуында өте өзінің үлкен үлесін қосқан болатын. Неге? Өйткені GPS жүйесі қалай жасайды? GPS жүйесі жұмысы жасау үшін кем дегенде бізде 3 түрлі спутник керек. Мысалы да, сіз картаңызға кірдіңіз, және қайда екеніңізді анықтағыңыз келеді. Ол қалай жүреді? Сіздің телефоныңыздан сигнал барады бірінші. Ол бір белгілі, жоқ, керісінше, спутниктен сіздің телефоныңызға сигнал келеді. Ол сигнал шамамен бір немесе 2 миллисекунд, қалай айтса болады, 1 немесе 2 миллисекунд айырмашылықта келеді. Яғни ғарышта мысалы сағат 13-тен, спутник бізге шамамен 13-тен 15 кеткенде сигнал жіберсе, ол жерге шамамен
бір сағат 15 минут және бір 20 секундта жетуі мүмкін. Бір 20 секунд разницамен. Енді соншалықты разницада біздің телефонымыздың орны ауытқып кетуі мүмкін. Ал бізде осы Альберт Эйнштейн ең алғаш теория относительности дейді, салыстырмалық теориясын ұсынған. Және осы салыстырмалық теориясының арқасында бізде GPS навигатор системасы жүргізілген. Яғни бұл жерде қалай болады? Бізде спутник алдын ала қанша уақытта баратынын есептеп барып қана жібереді. Енді қарапайым тілмен айтсам, мен бәлкім түсіндіре де алмай жатқан шығармын, бірақ қарапайым тілмен айтсақ, спутниктегі уақытпен мына 13:15 және жердегі уақытта 13:15 бірдей болу керек. Егер де сәл 1 секундқа қате кететін болса, онда сіздің геопозицияңыз дұрыс анықталмай қалады. Яғни мына жазылып тұрғандай GPS жүйесі жердің гравитациясы спутниктердегі сағаттардың жүруін өзгертеді. Яғни әрбір спутниктерде бізде атомный часы дейтін бар. Атомный часы ол өте точно сағат қой. Ол тіпті миллиардтаған жылдар өтсе де қателеспейтін сағат, ровно жүретін сағат. Сондықтан салыстырмалық теориясын ескеру керек дейді. Тау басында тұрған сағат теңіз деңгейіндегі сағатқа қарағанда тезірек жүреді. Неге? Өйткені ол теңіз деңгейінде тұрғандықтан, мынау мысалы біз мына жерді алсақ, оның центрін алсақ, мынау тау, тау тұрсын мұнда. Біз жерге жақындаған сайын уақыт баяулай түседі. Ал бізде жоғарыда теңіз деңгейіндегі сағатқа қарағанда ол жоғары тезірек жүреді сағат. Тау басында тұрған сағат теңіз деңгейіндегі сағатқа қарағанда тезірек жүреді. Өйткені бізде жоғарылаған сайын тартылыс күші азаяды. Жердің центрінен қаншалықты біз жоғарылаймыз, соншалықты тартылыс күші азаяды. Сағаттар ауыр денелерге жақындаған сайын баяулайды дейді. Келесі бізде ол атом және ядролық физика 20 ғасыр жаңалығы немесе қайғысы дейді. Енді бәріміз білеміз, атом бомбасын жасау тарихы қайдан басталды? Ол негізі естіген шығарсыздар, Хиросима, Нагасаки дейді, бомба тасталды сол жаққа, Америка деген секілді. Мұнда бізде айта кететін бір тұлға ол Оппенгеймер. Роберт Джеймс Оппенгеймер бізде Манхэттен жобасында жұмыс істеген, сол жобаны басқарған атақты физик. Бұл физик кісі осы бір екі элементті, мынаның біреуі уран, ал мынау плутоний. Біреу уран, біреу плутоний. Осы екі элементті қосу арқылы, мынау уран 235 және плутонийдің изотопын ұмытып қалдым. Осы екі элементті қосу арқылы және тағы да басқа енді күрделі есептеулер мен қосылулар жүргізу арқылы атом бомбасын жасап шыққан болатын. Және уран дегеніміз не десек, кішігірім анықтама беріп кетейік. Уран дейтін ол өте бізде радиоактивті элемент. Мұнда жазылып тұрғандай 17,4 килограмм уран 235 изотопы Астана қаласын бір ай бойы электр энергиясымен қамтамасыз ете алады. Ал жылына 208 килограмм уран 235 кетеді, сонда есептейтін болсақ. Немесе Нью-Йорк қаласы үшін 174 килограмм. Уран 235 изотопы ол 9600 тонна көмірді алмастыра алады. Елестетіп көріңіздерші, 9600 тонна. Атом бомбасы да осы уран 235 немесе плутоний 239 арқылы жасалған. Яғни атомдық физика медицинада дейді. Радиоактивті сәулелер немесе және изотоптар медицинада ауруларды анықтау мен емдеуге көмектеседі. Рак обыр ауруын емдейді. Радиотерапия ісік жасуларын жойып, науқастың өмірін ұзартады. Ішкі ағзаларды зерттейді. Рентген, компьютерлік томография немесе магнитті резонанстық томография. Осы Конрад Рентген дейтін кісі ең алғаш ашқан. Ол қалай жүреді? Мысалы, бізде альфа, бета, гамма сәулелері бар. Енді гамма ол өте зиян. Гамма сәуле как раз таки сол уран жарылған кезде пайда болады. Бізде радиоактивті немесе күннен келетін сәулелерде ол бізде гамма сәуле болып табылады. Бірақ біздің қуанышымызға орай, біздің жеріміздің сыртындағы атмосфера, озон қабаты бізді сол гамма сәулелерден қорғайды. Бета сәуле немесе альфа сәуле осы сәулелер арқылы біздің денемізге томографиялық зерттеулер жүргізеді. Мысалы, біз аппаратқа барған кезде, денемізді тосқан кезде, олар толқындар жібереді. Сол толқындар біздің ағзамызға келеді дағыны, мысалы, жүректің формасына барып соқтығысқан кезде, жүректің формасы көрініп тұрады бізге. Өйткені жүректің әрбір талшықтарына соқтығысып, кері кейін қарай қайтады ғой. Сол секілді, рентген сәулелерін ашқан бұл неміс физигі, оның бұл жаңалығы медицина мен ғылымда революция жасады. Келесі, енді біз одан сайын жоғарылай берейік. Жаңа тау дедік, атмосфера дедік, ғарыш. Бір қызықты факт бар. Осы айтады ғой, динозаврлардың жойылуына әсері болған, ол бізде астероидтар дейді. Астероидтар келіп құлап, жерде біраз тіршілікті жойып жіберген дейді. Негізі, ол астероид мүмкін өтіп кеткен шығар, бірақ жерді көбінесе астероидтерден бізде құтқаратын ол Юпитер дейтін
ғаламшар бар. Қазақша аты қателеспесем есек қырған болу керек. Юпитер ол жердің әкесі, күн жүйесін қорғаушы. Неге? Ол жерден бірнеше мыңдаған есе үлкен планета, газды гигант, және жердің бағытына қарай ұшып келе жатқан астероидтарды өзінің гравитациясымен бірге тартып алады. Жаңа айтылды ғой, сағаттар үлкен денелерге жақындаған кезде баяулайды деген секілді. Неге? Өйткені олардың тартылыс күші көп. Юпитер сол бір астероидтарды өзіне тартып алады да жерге сол астероидтердің жетуіне кедергі жасайды. Және мынандай қара құрдымдар бар. Интерстеллар фильмін сіздерге көруге кеңес беремін. Өте қызықты фильм. Ол тек қана физика туралы, астрономия туралы фильм емес. Енді әкесі мен қызының махаббаты арасында, иә. Дегенмен тақырыптан ауытқымайық. Ол фильм бізге осы қара құрдымның не екенін бір кішкене де болсын түсінік бере алады. Өйткені ол фильмде қара құрдымның тура бір осы моделі бар. Оны ең алғаш сол Кристофер Нолан дейтін режиссер арнайы физик жалдап, Кип Торн дейтін физикпен бірге ақылдасып жасаған. Самый ұқсас модель осы. Тылсым сыры құпия қара құрдымдар, оның ішіне түсіп кетсең не болады? Бәлкім естіген де боларсыздар, спагетти секілді созылып кетесің деген секілді. Иә, оның бәрі рас. Және қара құрдымның ішінде түсіп кетсеңіз, теоретически уақыт тоқтап қалады сіз үшін. Сіз көз алдыңызда өте бір көп құбылыстар сізге көрінеді. Өте бір сондай қатты жылдамдықта. Неге? Өйткені сіз үшін уақыт баяулатпаған, бірақ сіз қалған бозылған нәрселерді көресіз әрине. Және гравитация онда өте қатты болғандықтан сізді қатты тартады. Қатты тартқан соншалықты сіз спагетти секілді созылып кетесіз. Стивен Хокинг осы қара құрдымдарды зерттеген физик, астрофизик, космолог, қара құрдымның жанында уақыт тоқтайды деген тұжырымға келген. Ол кісінің өте бір жақсы кітабы бар, оны қазір соңында айтамын. Марста өмір сүру мүмкін бе? Қазір Илон Маск жасап отыр ғой, SpaceX компаниясымен бірге Марсты колонизация істейтін. Жер жүзінде, иә, өмір сүруге болады, бірақ бұл өте қиын. Тіпті ол туралы фильмде бар, Марсианин деген. Марста негізі бізде темір бар, сол үшін ол қызарып кеткен. В принципе, ол жақта өмір қалыптастыруға болады, бірақ өте көп уақыт кететін шығар қаражатпен. Немесе мұнда астрономия туралы, космология туралы тағы бір қызықты факт бар. Ол күннің түсі негізі бізге сары болып көрінгенмен оның түсі ақ. Аспан неге көк түсті десеңіздер, оған күннің қатысы қанша? Бізге өйткені күннен ақ түсі сол сәуле түседі ғой. Және біздің атмосфера қабатымызда жаңағы призма деген болды ғой, Ньютонның ең алғаш ашқан. Сол призма секілді нәрсе бар, көрінбейді бізге көзімізге. Соған түсіп шағылысқан кезде ақ түстен 7 түс бөлінеді спектрға. Сондағысы ең бір көрінетіні бізде көк түс қана көрінеді. Қалған түстер ол көрінбейді. Көк түс қана шағылысқанның әсерінен бізде аспан көк дөңбек болып көрінеді. Осы үшін бізде күннің әсері сондай. Келесі бізде басқа да қызықты факттар. Мұнда шыны және алмас жауатын планеталар бар. Елестетіңіздерші, кейбір енді біздің әлем өте үлкен. Біздің галактика демей-ақ қояйын, құс жолы галактикасынан да басқа миллиондаған галактика бар, миллиардтаған, даже триллион керек десеңіз. Және сол бір галактикалардың ішінде кәдімгі алмаздан, алтыннан болған планеталар бар, неше түрлі. Ғарыш вакуумы адамды бір уақытта қайнатып та қатырып та жібере алады. Елестетіңіздер, егер сіздің скафандрыңыз Құдай сақтасын тесіліп қалып, немесе скафандрсыз шығып кетсеңіз ғарышқа, 1 секундта қатып немесе жанып кетуіңіз мүмкін. Ғарышта дыбыс естілмейді. Неге? Өйткені дыбыстың болу үшін бізде молекулалар керек. Дыбыс ол бізде газды ортада, суды ортада естіле береді, ал ғарышта молекула жоқ мүлдем. Ол жер пустой. Шамамен 4 миллиард жылдан соң құс жолы мен Андромеда галактикалары соқтығысады. Иә, бізге бір жақын галактикалардың бірі olan Андромеда, және шамамен негізі 4 миллиард емес, қателеспесем 2,6 болу керек. Миллион жылдан кейін екі біздің құс жолы мен сол Андромеда галактикасы соқтығысады. Соқтығысқан кезде енді оған дейін уайымдамаңыздар. Түсініп тұрсыздар ғой, кім бар кім жоқ дегендей. Және құрметті достар, осы егер физикаға деген кішкене де қызығушылықтарыңыз туындап жатса, осы бір кітаптарды оқуға кеңес беремін. Мысалы, мұнда Яков Исидорович Перельман кітабында жаңағы механика бөліміне байланысты ондай күшті бір осыған дейін адамзат ойлап тапқан заттар туралы қарапайым тілде жазған, немесе көпірлер туралы. Иә, мысалы, Россияда бір көпір бар екен. Ол көпір көпір деппін ғой, темір жол. Ол темір жол бір 1-2 метр ауытқиды екен, қыс және жаз болған сайын. Неге? Өйткені қыста температура суық болғаннан кейін молекулалар аз қозғалады ғой, және бір-біріне өте жақын болады. Сол кезде жаңағы рельс, темір жол бір-біріне қарай тартылады, қысқарып қалады. Ал қайта жаз келген кезде, температура көтерілген кезде жаңа айттық қой, молекулалар сәл босап және тез тарайды. Онда керісінше ұзарады екен.
осындай бір қызықты факттар бар. Немесе анау Ричард Фейнман дейтін «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман» дейтін кітабы бар. Бұл да өте жас кітап. Ричард Фейнман айтпақшы, жаңағы Манхэттен жобасында Роберт Джеймс Оппенгеймердің командасында болған. Және бұл атом бомбасын жасау тарихында өте бір маңызды фигуралардың бірі болған. Бұл кісі өзінің скептикалық ойлау жүйесімен танымал болған. Тіпті бар ғой мынау Оппенгеймер туралы фильм бар, қазір соңында айтамын. Осы бір кітапта Ричард Фейнман сол Манхэттен жобасында өзінің естеліктерін жазады. Ол жерде қалай жүрді процесс деген секілді қысқа нұсқа. Немесе осы кісінің «Фейнманская лекция по физике» бар, «Современная наука о природе» дейді. Өте қызықты. Және мынау жаңағы космос туралы Стивен Хокингтің «Теория всего» кітабы. Өте жақсы кітап, оны да кеңес беремін. Ал егер фильм немесе сериалмен өздеріңізді физикаға деген қызығушылықтарыңызды арттырғыңыз келсе, онда бірінші космосқа байланысты «Интерстеллар» фильмі және жаңа Марста өмір сүру мүмкін бе деген тақырыпта бізде «Марсианин» фильмі. Осы фильмді көргеннен кейін бәлкім бір ой қалыптастырасыздар. Және мынау вселенная Стивена Хокинга, жаңағы сол астрономның өмірі туралы, мынау атом бомбасының жасалу тарихы туралы Оппенгеймер фильмі. Жаңа осының ішінде Роберт Оппенгеймер де бар, жаңағы Ричард Фейнман да бар, ішінде өте қызықты фильм. Және мынау «Космос, пространство и времени» дейтін қайтсы болады бір сериал. Бұл сериалдың ішінде бір әйгілі физик бар, афроамериканец. Сол кісі жүргізеді. Өте қызықты. Біздің әлемнің кәдімгі пайда болуынан бастап қазірге дейін жақсылап талдап бізге түсіндіріп береді. Өмір қалай пайда болды, жануарлар, эволюция деген секілді. Енді кім сенеді, сенбейді, әркімнің өз таңдауы. Бірақ қорытындылайын, иә, уже көп уақыт созылып кетті. Физика дегеніміз ол жай ғана бізді қоршаған ортамыз. Кейде біз мән беріп жатамыз, кейде мән бермейміз жаңағы құбылыстарға, иә, мысалы кемпірқосақ немесе аспанның неге көк түсті болуы, шығып жатқан көшедегі иістер, жаңағы тәтті анашымыздың жасаған тамақтарының иісі. Бұның бәрі, құрметті достар, физика. Оны тек кішкене мән беріп оқу керек, сол кезде түсінікті болады. Енді сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Егер ұнаса, білімдеріңіз арта берсін. Осымен бәрі бітті. Рахмет, сау болыңыздар.